Ho. Ne sұрайсың балам? Маған ба? Маған Бековойдың каналында видеолар көп шыққанын қалаймын. Ол мүмкін емес қой. Неге ата, сіз бәрін істей аласыз ғой? Адамдар сен каналға тіркелмей көріп отыр екен. Тіркелсе көп түсіретін ек қой, тіркелмей аттысар ғой. Достар, сіздер тіркелмей аттыр екенсіздер ғой? Сіздер тіркелсеңіздер көп видео шығатын еді ғой. Сосын қазір стопқа қойып тіркеліп кетіңіздер. Айттым атам. Болды, онда орындаймын. Сәлем достар! Сіздермен бірге безумный әнші Бековой. Last Christmas I gave my heart. Және шал заңбар. Мен шал емеспін, аяз атам көріп тұрсам ма? Аяз атам ғой, просто шақ. Нем бар, сақалым жоқ та. Кішкене аяз атам баласымын. Онда аяз атам баласы қалайсың? Жаңа жылдық настроениең қалай? Зор настроением. Достар, осы жаңа жылда сіздердің орындамай жүрген армандарыңыз, тілектеріңіз бар ма еді? Менде де арман тілегім бар ғой. Осы видеоға лайк басып, каналға тіркелсе деген арманым бар. Сіздердің армандарыңыз қандай екен? Комментте жазып кетіңіздер. Аяз ата оқиды, сіздерге орындап береді. Сондай ма не? Онда достар, мен де жазамын. Сен не қыласың жаз, тұрмы қыласың да? Достар, сіздердің есік алдарыңызда қар бар ма? Біздің есік алда қар толы. Я достар, сол қардан аққаласы ойнап жатсыздар ма? Ойнаған дұрыс қой, бірақ көп ойнағандар ауырып қаласыздар. Мен де ауырып қалдым. Біз осындай жаңа жылдық атмосферамен жаңа жылдық новый челлендж бастаймыз. Ол челлендж қандай деп ойлайсыздар достар? Тауып көріңіздер, бірақ жаңа жылға қатысы бар. Тауып көрсеңіздер, комментарийге жазыңыздар. Ондай болса Аяз ата, бастаймыз ба? Ана басына кесе сосын бастаймыз. Новогодний настроениемен бастайық та. Ондай болса, бастайық. Достар, осы челленджде бізде не деп ойлап тұрған шығарсыздар? Бұл челленджде достар, біреуінде аз, біреуінде көп деген жазылған. Ал келесі стаканда бір заттар жазылып тұрады. Бұл не деп ойлап тұрған шығарсыздар сіздер? Аз, көп деген. Бұл достар, біз сол заттардан лего құрастыратын боламыз. Аз, көп дегеніміз сол. Мысалы, аз түссе саған аз лего береді, ал көп түссе саған көп лего береді. Амма заттарымен легоны құрастыратын боламыз. Бековой, сен бірінші алға дайындал. Мен всегда дайын ғой, Аяз ата. Ал достар, мен қайсысын таңдайын? Мен мынау стаканды аштым, оң жақтағы. Енді көріп қандай түскен. Достар, маған көп түсті. Көп. Мен көп легомен құрастыратын боламын. Значит, менде шанс көп жеңуге. Ё-моё, достар, көп түсті ғой. Сонда менде аз болып тұр ғой, қалай болады екен ол? Ал екінші затты мен таңдайтын боламын. Комментке жазып кетіңіздер, сіздерден оқып таңдаймын. Мынаны таңдайық достар. Достар, маған не түскен білесіздер ма? Оны айтпас бұрын сіздер соққа қойып, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Достар, маған танк түсті. Маған не түсті екен, достар? О, достар, маған үй түсті. Значит, мен үй жасауым керек. Айтпақшы достар, сіздерге айту есіме шығып кетті ғой. Бұл ойында бізде жеңімпазға дайындап қойған арнайы сыйлығымыз бар. Міне осы. Ішінде біздер сыйлықтарымыз бар. Бірақ білмейміз оның ішінде не бар. Бұл тек жеңген адам алады. Жоқ, Бековой. Менде де кішкентай болмас, аз болса, мен жеңіп кетуім мүмкін ғой. Қош, ойнай бермей бастайық я достар. Сосып кеттік қой. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандай мен түстерге бөліп қойдық леголарды. И маған аз. Достар, мен жасау керек. Мен бұны смело неге екенін білесіздер ма? Менде өткен лего көп азанғарда аз. Ал мына маған берген екі лего, маған сондықтан екі-ақ түс керек қой. Бірақ аз берді да. Қой енді бастаймыз да Бековой. Бастасақ бастайық. Арнаға тіркеліп, лайк басып кетейік. Кеттік ендеше. Достар, мен бірінші үйдің астынан асайым. Ол розовый цветкен. Өмірде де бірінші үйдің фундаментін құйып алады ғой. Сол мен де фундаментін қойын деп отырмын. Мен кішкене вид істеп жіберемін. Достар, мен танкінің балонынан бастаймын. Не болса да астан басу керек қой. Үстінен басасын бұзылып қалады ғой. Достар, бізде қара түс екен. Значит, маған қара түс керек. Ал менде қара түс бар, бірақ азық. Мен достар бастап кеттім. Бірінші леголарын жиыстырып алайын. Достар, мен балон құрастырып болдым, енді кузовын құрастырам. Ё-моё, достар, менде жетпей қалды лего. Енді сен еңбек бәрі зая кетті ғой. Оны бұзып
қайтадан кішкентай қылып саламын. Жетпей қалса үстіне қара түпін неғып жазып. Достар, мен фундаментін құйып біттім. Енді кірпішін құрайтын боламын. Қалай мен үйге ұқсап келе жатырмын? Қой енді кірпішін құрайын. Достар, менде ақ лего бітіп қалып, енді ары қарай көппен жалғастыратын боламын. Көп өткен менде көп. Достар, мен есігін істеп болдым. Қалай ұқсай ма есігі? Достар, мен розовый цветтің терезесін істеп алдым. Қалай шықты? Менікі үйге ұқсап келе жатыр ма? Кәсіп көріп. Мә достар, мен таңым кішійтімді. Легом жетпей жатыр, о жасыл цвет. Не істеймін енді? Енді бір нәрсе амалдау керек. Қалай достар? Менікі лего аз болса да танкіге ұқсап келе жатыр ғой, иә? Ұқсап келе жатса комментарийге ұқсап келе жатыр деп жазып кетіңдер. Қолда бар легомен істеп келе жатырмын ғой, жоқтан бар жақсы дегендей. Ема достар, көк цвет таусылып қалды ғой. Енді мен фиолетовыймен істеу керекпін. Менікі разноцветный болайын деп тұр ғой. Енді красивенше. Достар, айтпақшы сіздер видеоға әлі лайк баспасыздар ғой, қоймай қоймай. Давай видеоны стопқа қойыңыздар да, мен алтығашын сайын болсын, кім лайк басып үлгерді, сол молодец. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Достар, видеоны стопқа қойыңыздар да, комментарияға жазсаңыздар, не желание бар екен. Соны Аяз ата орындайды ол. Достар, мен істеп болдым. Сізге қызық болып тұрған шығар, менікі қандай екен? Достар, мен де болдым. Қандай болған? Жаман қызық болып тұрған шығар. Мынау достар оригинал. Мынау копия. Қалай достар, алмаймын. Анау китайский копиялар бар ғой. Сол сияқты ғой. Қарсыңдаршы. Мынау достар, оригинал. Жоқ, бұл китайский танк. А мынау оригинал. Оригинал танк ғой. Мынандай қимылдай. Өзім зорға салым ше, лего жеткізесем де. Соққаныңызды көріңіздер. Мынау менікі. Өтірікші, менікі ғой зорға жоқпын. Достар, ош біздің жеңгіміз қалай анықтайтынымызды білесіңдер ма? Ал қалай анықтаймыз? Комментарий арқылы анықтаймыз. Осы екеуміздің соққан затымыз қайсысы әдемі деп жазады, сол жеңеді. Бекабойдікі әдемі немесе заңғардікі әдемі деп жазыңыздар достар. Соған орай біз жеңімпазды анықтайтын боламыз. Достар, сізге қалай біздің видеоларымыз ұнап жатыр ма? Достар, сіздер өздеріңіздің тілектеріңізді жазыпсыздар ғой. Сосын Бекабой сен шақтың сол киіммен солап. Мынау комментарияларға өздеріңіздің тілектеріңізді жазып кетіңіздер. Аяз ата көріп оқиды. Я айтпақшыдай біздің видеомызды Аяз ата да көреді екен ғой, тіркеліп арнаға. Сіздер де тіркеліп кетсеңіздерші. Я достар, комментарийде Аяз ата деп жазып тұрады, тіркеліп қойған. Олай болса, сау болыңыздар!